Осындай өте дәмді лосось балығын газ пешінде пісірдім. Үйіміздің жанында көкөністер мен жеміс-жидектер сататын дүкен бар. Ол жерде қырғыз бауырларымыз жұмыс істейді. Сол кісілер қыс басталғалы осындай қызыл балықтар сатып жатыр. Бұл балық Қырғызстаннан әкелінген екен. Ыстық көлдің балығы дейді. Бұл форель балығы, негізі балықтар өте үлкен екен. Мен ең кішкентайын таңдадым. Соның өзінде қараңыздаршы, 3 адамға молынан жететін балық. Балықтың іші тазартылған екен. Мен тек қана мынау желбезегі мен сыртқы қабыршағын аршып тазарттым. Балықты көп тұздауға болмайды, өйткені аш болып кетсе жей алмай қаласың. Сондықтан тұзды шамалы ғана себезеледім. Оның үстіне тұзды соевый соус қолданамын. Мен үнемі қолданатын универсальный маринад. Бұл шамалы соевый соус, горчица және бір қалай қасық бал. Жасалған маринад соусын балықтың екі жағына осылай жағып шығамыз. Маринад соусын жағып шыққаннан кейін 30 минутқа қоя тұрамыз. 30 минуттай тұрды. Енді пісіруге кірісеміз. Балықпен бірге картоп пісіретін болдым. Мен оны мынандай противень табаға пергамент қағазын салып, соның үстіне осыларды саламын. Сұйық май қолданбай, сармайды қолданып жатырмын. Балықпен бірге картоп пісіп үлгеру үшін осылай жұқалап тураймыз. Бітеудей салсақ піспей қалуы мүмкін. Картопты жастықша ретінде балықтың астына саламыз. Картопты тұздаған жоқпын, өйткені тұздалған балықтың сөлі осы картопқа сіңетін болады. Балықтың бетіне сармай, яғни сливочное масло салдым. Бұл енді өз қалауыңыз бойынша. Айтпақшы, менікі газ пеш, газовая духовка. Ыстық тек қана астынан беріледі, сондықтан тамағым жақсы пісу үшін бетін фольгамен жауып қоям. Балық 30-40 минутта пісіп шығады. 30 минут өткеннен кейін табамызды алып, бетін ашып тастаймыз. Сосын духовкаға қайта салып, 7-10 минуттай ұстаймыз. Міне балығымыз пісті. Қараңыздаршы, балықтың майы, сөлі біраз шыққан екен. Бұны қасықпен балықтың бетіне құйып шығамыз. Ұлымыз екеумізге осы жетеді деп ойлаймын. Кешке әпкеме қалсын. Мынау сорпасы бар балықтың. Сорпасын бүйтіп балыққа құйып жіберейік. Кәдімгі бұнда да көбік шығады екен, қараңдаршы. Бізге ол керек емес, бізге керегі майлы сорпасы. Бүйтіп құйып жібереміз. Сосын мінекей енді осыны жейміз. Мынаны әпкеме басын. Керемет, е? Дәмін көрейік. Мен алғашқы рет осындай балықты алғашқы рет пісіруім. Қылтандарын алып тастайық. Қылтан аз болу керек. Дәмін көрейік. Бисмилла. Керемет. Картоп жұмсақ, мынаған балықтың сорпасы, балықтың сөлі сіңіп піскен.
тобың балықтан да тәтті ма деймін. Әрине балық тәтті, майлы, денсаулыққа өте пайдалы. Қылтаңдарды алып байқап жеу керек. Біз бала кезден балық жеп үйренген адамдарбыз. Бізде әрине бұндай форель болған жоқ, өзен ғой кішігірім. Әкем балық аулаған жақсы көретін. Үйімізде күнде балық болатын. Балықты кептіретінбіз, қоратынбыз, уха істейміз. Керемет, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Вкус такой нежный, керемет енді. Мен мысалы балықтың ішінде карп жақсы көремін, ол да майлы балық. Ал мынау тіптен жұмсақ, тіптен нежный деймін ба, қалай айтсам екен. Және бұның құрамында кішкене пайдалы заттар көбірек. Ас болсын, қолмен жей беріп. Қонақ келгенде біз мысалы ет асып береміз, осындай да тамақ істеуге. Қонаққа осындай тамақ та ұсынуға болады екен. Менің ойымша біз күнде жемейміз бұндай тамақты, шыны керек. Сондықтан келген қонаққа осындай ерекше балықтан тамақ істеп берсеңіздер, риза болады деп ойлаймын. Ал бәріміз амандықта кездесек, балам балық жемейді, қазір осыны жегізіп үйреткім келеді. Білмеймін, балықты мүлдем жемейді, үйренбегендіктен ба. Осындай дәмді балықты Қырғыз елінен әкеліп сатып жатқан адамдарға рахмет. Оны сатып алып пісірген өзіме де рахмет.